Добрый вечер, друзья. 21-й чемпионат мира по боксу вступает в решающую фазу. Уже известные имена всех призеров во всех 13 весовых категориях. Осталось только определиться, кто какую медаль завоюет. Сегодня полуфинальные бои, сегодня поединки за выход в финал. И мы будем болеть за 5 казахстанских боксеров. Самым первым выйдет в ринг в самой легкой весовой категории до 48 килограммов Тимиртаз Жусупов. Сонымен міне біздің ардагер боксшы Қазақстанның 5 дүркін чемпионы Теміртас Жүсіповтың жолына үмітпен қарап отырмыз. Ал сіздердің назарларыңызда бұл Беларусь боксшысы 2018 жылғы Еуропа біріншілігінің қола жүлдегері. Естеріңізге сала кетейік, бұл боксшы ресейлік Василий Егоровтан жеңілген болатын. Теміртас Жүсіпов биылғы жыл бұл боксшы үшін қазірдің өзінде айтуға болады өте сәтті өтіп жатыр деп, өйткені әскерилер арасындағы әлем біріншілігінде Теміртас Жүсіпов чемпион атанған болатын. Осы биыл Ресейде өткен әскерилер арасындағы әлемдік додада қарсылас шыдатпай финалда бразилиялық боксшыны тізе бүктіріп жеңіске жеткен. Міне енді сол жеңісті жолын әлем біріншілігінде жалғаса деген ниетіміз бар. Қайрат Сәтжанов, құрамамыздың бас бапкері, Токио олимпиадасынан кейін ақ ұлттық құраманың тізгінін алған маман назарларыңызда. Жекпе-жек басталды. Теміртас Жүсіпов қызыл бұрышта, ал оның қарсыласы көк бұрышта өнер көрсететінін айта кетейік. Қарсылас әрине оңай емес. Өздеріңізде осы біріншілік барысында оның өнерін көрген боларсыздар. Үнемі алдыға ұмтылатын боксшы. Тек қана алдыға жүреді. Ал Теміртас өзінің бойының ұзындығын пайдалану керек. Ара қашықтықты сақтап қазір. Қазір белсендірек жұдырықтасуға шақырып отыр рефери. Беларусь боксшысы солақай екен көріп отырсыздар. Қазір бір соққысын өткізді бұл беларусиялық, бірақ Теміртастың қанша дегенмен тәжірибесі мол. Өзіне ыңғайлы боксты көрсете біледі деп сенеміз. Әзірге асығар емес екеуі де. Міне енді көріп отырмыз біз. Теміртас өте сауатты жұдырықтасып атқанын көріп отырмыз. Ара қашықтықты сақтап, қарсыластың еркін көсілуіне мүмкіндік беріп жатқан жоқ. Сол қолымен жақсы тигізді, бірақ төрешілер нық тиген соққыларды ғана есептейтін ескере кетейік. Сонымен бірінші раундтың соңғы минут өтіп жатыр. Тағы да басын төмен салып жұдырықтасқан үшін ескерту жасалып отыр Беларусь боксшысына. Әзірге екі боксшы да сақ жұдырықтасуда. Белорусиялық боксшыны айттық, Еуропа біріншілігінде қола жүлде жеңіп алған 2018 жылы Василий Егоровқа жол берді. Ал
Теміртастың сондай ақ Азия чемпионы екен, айта кетейік. 2018 жылы Қазақстанның үздік боксшысы атағын иеленген болатын. Бірінші раунд аяқталды. Енді төрешілердің шешімін күтеміз. Және бапкерлердің пікіріне де құлақ асып көреміз, мүмкіндік болса. Үш төреші біздің жерлесімізге беріп отыр. Отандасымызға сөйтіп жапониялық, алжир және ағылшын мамандары. Теміртас Жүсіпов бұл раундта басым болды деп есептейді. Ал Штарк аренада қазір қазақтардың үні басым түсіп тұрған көріп отырсыздар. Біздің жанкүйерлеріміз керемет қолдау көрсетуде осы әлем біріншілігі барысында боксшыларымызға. Міне Қайрат Сәтжанов қазір шәкіртін қайрап салды. Басымдықты әрине ұстап қалу бар және еселей түсу керек дәл қазір Теміртасқа. Сол қолмен күтіп алып, міне оң қолды дайындап жүрген көріп отырмыз соққы жасауға. Алғаш раундтағы да емес, қазір қарсыласында екпіні сәл басылып қалған көріп отырмыз. Міне әдемі соққысы қазір тиді. Сондай ақ джеб соққысы да қарсыластың еркін көсілуіне мүмкіндік берер емес Теміртастың. Міне қазір екі соққысы, сериялық соққысы өте әдемі. Өзінің боксын қазір тапты Теміртас. Және тәжірибенің аты тәжірибе ғой қазір. Тағы да жанына қарай өтіп кетті әдемі. Қараңыздар, жақындатар емес, өте керемет қазір. Қазіргі аяқ алысы Теміртас Жүсіповтың жаман емес. Төрешілердің де әрине кей тұстарда бұра тартып жататын білеміз. Қаншама боксшыларымыз былай қарағанда тең дәрежеде тіпті аздап басым тұрғандай көрінді осы чемпионат барысында. Біздің жанкүйерлерге бірақ төрешілердің шешімі басқаша шығып жатты. Сондықтан осындай сәтте мықты екеніңді ешқандай күмән келтірмей дәлелдеуге тиіс боксшыларымыз. Міне Теміртас тағы да өте тамаша соққы істеп отыр. Беларусь бапкерлері де қазір өз ақыл кеңестерін беруде шәкіртіне. Бірақ Теміртастың дәл қазіргі бокстасу мәнері өз жемісін беруде. Тағы да ескерту жасалды Беларусь боксшысына басын төмен салып жұдырықтасқан үшін. Жақындатар емес, өте тамаша. Тек қана алға ентелегеннен басқа ештеме істей алмауда Беларусь боксшысы. Тіпті соққы жасауда өте қиын екен көріп отыр. Бірден қарсы алады жылдам қолымен Теміртас. Қазір, дәл қазір көк бұрыштағы боксшының абдырап қалғанын көріп отырмыз. Тіпті қалай арақашықтық қысқарту жолын таппай қиналып жатқанын да көріп отырмыз. Ал Теміртас Жүсіпов өте жеңіл қозғалып рингте қазір емін еркін көсіліп жатқан көріп отырмыз. Ешқандай күмән тудырмайды. Екінші раундта Теміртастың есепте алға шыққанына. Айтқанымыздай-ақ, міне 5 төрешіде бұл жолы ешқандай күмәнсіз жеңісті Теміртасқа беріп отыр. Дәл қазір бапкерлердің де
үнін құлағымыз шалыққа батыр. 2 раунд басым түскеннен кейін әрине 3-ші раундта да ешқандай босаңсуға болмайды. Теміртастың аяқ алысы жаман емес. Тіл көзіміз тасқа, енді тек қана осы басымдықты ұстап қалу керек. Оның ар жағында финалдың ауылда алыс емес. Сонымен сәл артқа шегініп кетті, міне тамаша. Қорғанысқа өте мығым екенін байқатып отыр. Теміртастың қолы сәл түсіңкі, бірақ дегенмен өз жылдамдығына сенген сәтте боксшылар осылай жұдырықтасады. Мына бір соққысы әдемі тиді. Тағы да қараңыздар, шетке шығып бара жатып солақай хук нәтижесін берді. Беларусь спортшысына Теміртастың тіпті джебінің өзі-ақ қиындық туғызып жатқанын көріп отырмыз. Қалай десек те Беларусия бокс үшінде бұл үлкен нәтиже. Әлем чемпионатында соңғы 6 жылда бірде-бір жүлде алмаған болатын беларустар. Бұл туралы қуана хабарлады осы боксшы жартылай финалға шыққан кезде. Ал біздің боксшылар үшін әрине қола жүлдеге қанағаттанбайды біздің боксшылар. Міндетті түрде ең сапалы жүлдені мойынға ілуге тырысады. Өйткені біздің жанкүйерлердің де талғамы өте жоғары екенін білесіздер. Қанша дегенмен бізде жеңістің бір дәстүрлі жолы бар ғой. Белград рингі әзірге қазақстандық боксшылар үшін сәтті деп айтуға болады. Егер алтын медальды көбірек алсақ, әрине нұр үстіне нұр болады. Сонда 1978 жыл осы Белград рингінде біздің отандасымыз Валерий Рачков әлем чемпионы атанған білеміз. 1978 жылы. Міне сол рингте енді тәуелсіз қазақ елінің боксшылары атой салуда. Соңғы минуттар өтуде жекпе-жектің, және Кармильчук Теміртасқа қарсы келгенде осындай өзінің бұрынғы бұған дейінгі боксын көрсете алар емес. Ал Жүсіпов өте жоғары деңгейде жұдырықтасуда қазір. Ешқандай асып-сасып жатқан жоқ. Барлық жағдайды рингтегі өз бақылауында ұстауда. Әрбір қимыл қарсыласының жіті қадағалап отырған көріп отырмыз Теміртастың. Міне бұл жол Теміртасқа да ескерту жасалды ауызша. Тамаша, міне қараңыздар, артқа шегініп бара жатып жасаған тік соққысы нәтижесін берді. Соңғы секундтар, және біз құрметті жанкүйерлер қуана берсек болады. Міне Теміртас Жүсіпов бұл жекпе-жекті өте тамаша өткізді. Енді тек қана төрешілердің шешімін күтеміз, және бұндай басымдықтан кейін бұра тартушылық болмайтынына сенімдіміз. Ну что ж, друзья, даже не дожидаясь окончательного вердикта судей, я думаю, вы сами прекрасно понимаете, что первый финалист у нас уже есть. Это Темиртас Жусупов, самый возрастной боксер нашей сборной на этом чемпионате мира. Ему 33 года. Прекрасно провел свой поединок против очень сильного и неудобного соперника Евгения Кармильчика и добился уверенной победы. Ну и вот результат боя 5-0. Победа Темиртаса Жусупова. Первый финалист, как минимум серебряная медаль. Поздравляем Темиртаса с этой уверенной победой.
Сонымен құрметті спорт жанкүйерлері, баршаңызды құттықтаймыз. Теміртас Жүсіпов әлем біріншілігінің финалына жолдама алып отыр.